Келесі күні кәдімгі қарапайым күн болып жалғаса берді. Бірақ кешегі дүкенші апайды өлтірген кім екенін әлі ойланып жүрмін. Бір қуыстай болған дүкен іші тек апайдың қызыл қанына батқан. Өте үрейлі қылмысты қанша жасағаны белгілі. Сонымен өзімнің болжамым бойынша қаланың ішінде қаншер бар екені анық. Және ол күтпеген жерден шығып, сені әп-сәтте өлтіріп кете алады. Яғни абайлап жүру керек маған. Сондықтан мен кеше түнде бұл қала ішінде қалай дұрыс жүру туралы дұрыстап ойланып алдым. Мен тек күндіз ғана көшеге шығамын. Және тек адамдар толып жүретін орындарда ғана жүретін боламын. Ең бастысы қағида, қуыс болған көшелерге кіріп кетпеу. Кішкентай көшелер ішіне кірсем болды. Ол қаншер күтіп тұруы мүмкін. Яғни маған абай болу керек. Бірақ бір мәселе болып тұр. Жұмыста күні бойы жүретіндігімнен, жұмыс қызметімнен тек кешкі 6-да босаймын. Оның үстіне қазір қыс мезгілі болғандықтан, күн кешкі 5 болған кезде батып кетеді. Яғни 5-тің өзінде қараңғы болып тұрады. Осылай жұмыстан шыққан кезімде уайымдап ақыры жұмысқа келдім. Егер де түнде қаншерге тап болсам, мен пісірілген боламын. Бірақ жұмыстағы бастық мені қатты қуантып жіберді. Қалада жарықтың жоқ болғанына байланысты жұмыс тек түскі 3-ке дейін ғана жалғасатын болды. Яғни мен 3 сағат бұрын үйіме ерте орала алатын болдым. Керемет. Өстіп жүріп жұмыс уақыты да бітті. Және үйіме жетем дегенше 1 сағат өтіп кетті. Сөйтіп үйіме кірейін деп жатқан едім. Дүкендегі қанды қылмыстан кейінгі тергеу қалай жүріп жатырғаны маған қатты қызық болды. Сондықтан өз үйіме кірмей, бірден тергеу жүріп жатырған дүкен ішіне кіре кеттім. Дүкеннің ішіне кіре алғаныммен, бірақ қылмыс болған бөлмесіне кіре алмадым. Бірақ сәлде болсын ішіне үңіліп қарадым. Ішін тазалап тастапты және ақ киім киген сарапшылар сараптамаға айғақтар іздеулерін жалғастыруда. Содан кейін мені тәртіп сақшылары тоқтатып, бұл жерден шығып кетуімді талап етті. Мен бұл тергеуді жүргізіп жатырған тергеушіден қылмыс туралы ақпарат білгім келді. Сондықтан маған тергеуші керек деп айтқан едім. Тергеуші мені естіп, өзі алдыма келді. Не болды? Тергеуші 35 жастан асқан кісі екен. Аға, маған бұл қылмыс туралы ақпараттар қажет. Не үшін? Мен өз өміріме алаңдап, 2 күннен бері дұрыс өмір сүре алмай жүрмін. Қысқасы өмірімнен тыныштық кетті. Маған айтыңызшы, бұл қылмысқа қандай да бір адамның қатысы бар ма? Яғни қаншер істеді ме бұл істі? Егерде қала ішінде қаншер жүретін болса, ескертіп айтыңыз қала тұрғындарына. Бұл бір тәжірибелі қаншердің іс-әрекетіне ұқсайды. Бірақ бәрі сараптама қорытындысы келген кезде ғана белгілі болады. Оны кім өлтірді, тәжірибелі қаншер өлтірді ме, әлде кездейсоқ болған жағдай ма? Оның бәрі енді сараптама кезінде анықталатын болады. Жалпы сізде қаншер қалада пайда болды деп ойлап отырсыз ба? Енді үйіңе қайтқаның жөн бауырым, көп сұрақ қойып кеттің. Оның үстіне кешкі 5 болды дегенде қараңғы батады. Осылай мен дүкен ішіне шығып кеттім. Және тек үреймен ғана шықтым. Маған енді абайлап жүру керек. Енді маған өз үйіме жетіп алу қажет. Бірақ өз үйіме жету үшін бұл пәтерлерді айналып өту керек. Шамамен 500 метр жүремін. Сөйтіп келе жатырсам, кенет артымдағы қараңғы көшеден бір қыздың қатты айқайлаған дауысы шықты. Мен қатты қорқып кеттім және қаншер кезекті құрбанына шабуыл жасап жатыр деп ойлап, ол қызды құтқару үшін айқайлаған жаққа қарай бет алдым. Дәл осы қараңғы көшеден шыққан секілді болды, бірақ қызды байқамадым. Айқайда басылып қалды. Мүмкін бұл қаншердің тұзағы болар. Мен енді өз өміріме алаңдап кеттім. Сондықтан бірден үйімнің ішіне кіре кеттім. Негізі дүкеннің ішіне кіріп шығып тергеушілерге ескертемін ба деп ойлаған едім, бірақ үйіме тез кірмесем болмас. Сондықтан үйіме кіруді таңдадым. Ал бұл жағдайды ертесі күні тергеушілерге ескертіп айтармын. Ал қазірше маған ұйықтау қажет.